Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылымда еркектің көзге шөп салуына әйелдің кінәсі бар ма? Сол жайлы тақырып қозғайтын боламыз. Өте қызықты, ауқымды тақырыптардың бірі. Ең алдымен бастамас бұрын каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Еркектердің әдемі қыз қырқынды көрсе, бір орында байыз тауып тұра алмайтыны белгілі. Көздері мен нәзік жандылардың бүкіл денесін бір шолып өтпесе, көңілдері көншімейді. Мұндайда қазақ тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деп, бар кінәні қызға аудара салатыны тағы бар. Ер азаматтар көп жағдайда өз кінәсін мойындай бермейді. Тіпті әйелінің көзіне шөп салса да ақталып жатпайды. Еркектердің өз әйелінен басқаға көз салуының мынандай себептері бар көрінеді. Егер сізге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Біріншіден, еркектің не үшін қызға қырындайтынын біліп, түсініп алған дұрыс болады. Еркектің табиғаты сондай. Олар әрқашанда әйелдің көңіл бөлгенін, күтім жасағанын қажет етеді. Сол себепті де олар некелі әйелінен алмаған жылуды сырттан іздей бастайды. Мысалы, нәзіктік, мейірімділік, еркелету, қарым-қатынас және құрмет көрсету. Әйелдің күмәндана беруі де олардың осындай жолға итермелейді екен. Еркектер үшін әйелдің күнделікті намысын таптағандай әсер қалдырады. Сонымен қатар күндіз түні қыр соңынан қалмай, оның әр ізін қадағалап, ұялы телефонын тексеру айтарлықтай кері әсер етіп, қатты ашуландырады. Сөйтіп олар әйелінен өшін осылай алады. Басқа әйелге көз салу арқылы жаны жай тапқандай күйде болады. Ерлі зайыптылардың арасындағы ұрыс-керісте еркекті түзу жолынан тайдыруы мүмкін. Сонымен қатар ер азаматтар әрқашанда көзбен сүйетіндіктен әйелдің үнемі бұрынғыдай құлпырып жүргенін қалайды. Олай болмаған жағдайда олар көзін басқаға салатынын сөзсіз. Сондықтан да әйелдер ылғи да әдемі қалыпта сақтап, жұмбақ күйінде қалуы керек. Әйтпесе бәрі де кері кетуі әбден мүмкін. Есіңізде болсын, жолдасыңыз басқаға қарағанда әзілдесіп, тиісіп жүрсе, оның ол жанға жылулығы бар деген сөз. Одан сорақысы, егер ол бір рет әйелге қоңырау шалып, хат жазатын болса, қорқа беруге болады. Мұндай жағдайда еркектер шеттен шығу ғажап емес. Ал күйеуіңіздің жай ғана әркімге бір тиісіп, қалжыңдап, сізді қызғандырудың әрекетін жасаса, өз жылулығыңызды беріңіз. Сонда ғана ол өзге етектінің соңынан кетпейді. Отбасылық психологтар былай деп айтады. Көп әйелдер қазіргі өмірде күйеуінің өткен өмірін араластырады. Осыдан кейін сенімсіздік пайда болады. Сенімсіздік орын өзіңізге деген сенімнен алмастырыңыз. Сөйтіп өз-өзіңізден сұраңыз. Күйеуіңізді басқаға кетеді деп қорқақтайсыз. Оның біреуге қарағаны қалыпты нәрсе. Егер үнемі сенімсіздік танытып, ол басқаға көз салады деп қорқатын болсаңыз, шынында да шаңырағыңыз ортасына түседі. Ең бастысы, отбасын бұзатын еркектің өзгеге қырындауы емес, әйелдің сенімсіздігі екенін ұмытпау керек. Сондықтан да өз-өзіңізге сұрақ қойып, өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Бойыңыздағы жақсы қасиеттеріңіз бен сымбаттылығыңызды, өзіңізге деген сеніміңізді арттыруға тырысыңыз. Көзге шөп салудың алдын алуға бола ма? Осы сұраққа жауап бере кетейік. Үй ішіндегі ұрыс-керіс, қадағалау, ашулану,
үнемі шынайы айту еркекті түзге айдайтын басты нәрселер екенін ұмытпау керек. Керісінше, сүйіктіңіздің қалауын орындап, сезіміне шынайы жауап беріп, ашық сөйлесіп, оның өзгеге қырындауы сізге қалай әсер ететінін айтып, өзара түсінісетін болсаңыздар, проблеманың алдын алуға болады. Әйелін жақсы көретін еркек ешқашанда оның жүрегін ауыртпайды, уайымдағанын қаламайды. Ер адам өз үйінде өзінің қадірлі, сүйікті жан екенін сезінсе, ол еш уақытта өзге әйелге кетпейді. Өйткені ол өзіне керектінің бәрін үйінен таба алады. Яғни еркектің көзге шөп салмауына әйелдердің де белгілі бір үлесі бар екендігін естен шығармаған жөн. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, ой-пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, жазылып қойыңыздар. Әр апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.